Ақындар ғажап материк, колумбтар әлі ашпаған. Сиясауыт айдарының әр кейіпкері өзінше бөлек ғалам, көпке беймәлім әлем. Егер де сол әлемге жол тауып, жүрегімен тілдесе алсаң, өлшеусіз жақұт жырлардың астында қаласың. Айдарымыздың бүгінгі кейіпкері Ержан да көпке ашыла бермейтін құпия жанның бірі. Жолымыз болып ақынның шабыты шалқыған кезінде сұхбаттастық. Тіпті кейіпкеріміз сауалымыздың барлығына өлең жолдарымен жауап берді. Аққудың қанатынан жаратылғам, өмір деген өлеңмен дара туғам, Мұқағали ауылынан болғаннан соң, әу бастан-ақ ақын боп жаратылғам. Айтамын арда жайлы, талантсыздар тұғырды жалғамайды, әу бастан ақын болып жаралған соң, ақын адам стильді таңдамайды. Ақын жанын ақын ғана түсінеді деген қанатты сөз бар. Оларды мазалайтын ойлар әлде қайда терең, қиялы әлде қайда ұшқыр. Ақындардың кез келген нәрсеге көзқарасы да өзгеше. Мұны кейіпкеріміз Ержанға әлемдегі ең қиын мамандық қандай деген сауалымызға берген жауабынан ақ оңай аңғардық. Бұйрығымен Тәңірдің топырақтан жаралдық, көктен түскен құранмен мұсылман болып қаландық, 5 уақыт намаз, 5 парыз, Аллаға деген адалдық. Әкенің тамшығанымен жатырда жатып нәр алдық, әлдеймен ананың бесікте жатып ояндық. Адам боп келдік өмірге, адам боп өту даналық, қарапайымдылық, нағыз адамдық, ал адам бола білу ең қиын мамандық. Бастысы мамандығымызға бұқты болайық. Ержан Тоқтардың осыдан 3 жыл бұрын Сүйектегі таңба атты алғашқы жыр жинағы жарыққа шыққан. Бір қызығы ақынның қолында бүгінде сол кітаптың бір данасы да қалмапты. Бұл ақынның оқырмандары көп екенін аңғартса керек. Осы жинақтың артын жалғайтын кітап бүгінде әзірленіп жатыр. Жасампаз жалған деп аталатын туынды Ержан Тоқтардың оқырмандарына 2018 жылы жол тартады. Тойгүл Нұржанқызы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн.